Саламатсыздар ма? Менің есімім Жанар Жарылқасынқызы. Мен сіздерге қазір бизнес аккаунтқа ауыстыруды көрсететін боламын. Яғни біздің жеке аккаунтымызды, инстаграмымызды бизнес аккаунтқа ауыстырамын. Ол не үшін қажет? Ол біздің әрбір салған рилс посттарымыздың статистикасын көрсету үшін. Яғни сізді қанша адам, астында статистика деп тұр ғой. Соған кіргенде сізді қанша адам сохранить етіп алды, қанша адам сізді көрді, неше адам тіркелген адам көрді, неше тіркелмеген адам көрді, соны көріп отырамыз. Түсінікті болды деп ойлаймын. Енді маған алдымен көрмес бұрын тіркеліп, комментарий жазып, лайк басыңыздар, алда көптеген пайдалы ақпараттар болады. Ал ендеше кеттік. Мен мына жоғары жақтағы 3 сызыққа кіремін. 3 сызыққа кіремін. Сол кезде бірінші тұрған настройка бөліміне кіремін. Кіргеннен кейін менде астына қарай түскен кезде менде мына жерде тұрады типі, последний тұр ғой, типі аккаунт и инструмент деген. Соған кіреміз. Кірген кезде маған осылай шығады: приключить на профессиональный аккаунт. Осы бөлімді басамыз. Басқан кезде көк кнопканы басамыз, яғни продолжить етіп. Мысалы, сізде қай бөлім таңдайсыз деп шығып тұр. Мен товар услуганы таңдаймын, яғни мен услуга көрсетемін, таргет істеймін. Готово. Ойланып жатыр. Так, мен авторды таңдаймын. Авторды таңдайсыздар сіздерде. Одан кейін мына жерде маған шарттарды орында деп тұр. Маған керек емес, X-ті басып шығып кетсем болады. Енді қараңыздар, менде жаңа мына жерде профессиональный панель деген кнопка жоқ еді. Осы шықты, қарасаңыздар. Енді мен мына рилсіме кіремін. Кірген кезде уже астына статистика деген бөлім шықты. Осыны басқан кезде менде уже статистика көрсетеді. Қанша адам көрді, қанша адам лайк басты, жазды, кім ұшырды, кім сохранить етті, не подписан адам көрді. Мына жерді көрсетіп тұр. Мен ауыстырып тастадым, жаңа көрсетпей тұр. Сіздерде ауыстырғаннан кейін келесі салған рилстарыңызда уже көрсетіп бастайды. Мысалы, былай көрсетеді, қараңыздар. Мен екінші аккаунтқа кірдім. Міне, көрсетейін. Статистика деп кірген кезде сіздерде дәл осылай көрсететін болады. Міне, 13 адам бізге подписаться етпеген, көрген, 8 адам подписаться еткен, көрген деген сияқты дәл осылай статистика астына дейін барлығын көрсетіп тұрады. Время просмотра деген, среднее время просмотра, барлығы көрсетіп тұр. Осылай көріп отыру үшін сіздерге керек.